Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін дөнер жасаймыз, сол үшін осындай готовый лаваш сатып алдым. Содан соң жуамызды 2-3 минутта қуырып аламыз, сосын үстіне фарш саламыз. Одан соң фарштың түсі осылай өзгеріп пісуі керек. Тұзын бұрышын салып араластырып піскенше, фарш піскенше осылай қуырып аламыз. Одан соң қиярымыз бен помидорымызды турап аламыз. Сосын ыдысымызға осылай кетчуп майонезімізді салып араластырып аламыз да. Сосын жаңағы лаваштарыма мен осылай жайып бір қасықтан салып шыққан болатынмын. Содан соң жаңағы қуырылған фарш пен жуаны осылай төртеуіне жеткізіп салдым. Содан соң қиярын, помидорын салдым. Содан соң жаңағы соус аз болып қалмасын деп бетінен тағы да осылай бір қасықтан сеу жібердім. Өте күшті болып шығады, осылай дәл осылай жасап көріңіздерші дөнерді. Лаваштарымызды осылай бұрап аламыз. Содан соң жаңағы фаршты қойдық қой сковородкаға, сол қалған майына түбіндегі осылай немізді лавашымызды екі бетінен қуырып аламыз. Менікі енді сәл күйіңкіреп кетті. Сол келген жерлерін алып тастадым, бірақ дейтін дәмі өте күшті болған ғой, енді сол күш шығып, прям дейтін сонымен күшті болған. Мына жерде дәмін көріп жатырмын, дәмі күшті болған. Сосын ұлыма анадай пюре бердім, сосын бір қиярды ашып бергенмін ғой, сөйтсем жеп алды да, енді шашып төгіп. Содан кейін біздің дөнерімізді сұрады, енді балаға зиян ғой дедім да, түбінен кішкене ғана өзімдікінен қалдырып берді, балама ұнады. Негізі балаларға зиян ғой, сосын бермейін деп не аламын да, көбінде пайдалы тамақтар ғана беремін ұлыма.